Мен мысалы қазақ тілді неғып біз қазақ тілі дамып тұрған ол мысалы халықтың өзінің несі халықтың өзіне байланысты келеді. Ол намысы жетпейді да, намысы мүлдем жоқ деп айтуға да болмайды да. Ол бірақ бар, бірақ ол жетпейді намысы. Мысалға оны бір көлікте де осындай жағдай болғанда бір орыс кондуктордан сұрап тұр, мына көше қашан болады деп орысша сұрап тұр, ал кондуктор оған қазақша жауап берді. Сен қазақша сөйлемегенше мен саған ешнәрсе де айтпаймын деді. Сонда көлікте тұрған адамдар да соған қолдап оны солай айтқан. Сонда орыс автобустан шығып кетті ұялғаны. Қазақ тілін білмеген дұрыс. Мен ойлаймын осы қазақ тілін біз тек оны қолдап қана қоймай, оны жоғары дәрежеге жеткізу керекпіз. Оны мысалға бізге келетін Қазақстанға келетін адамдар мысалға қазақ тілін үйренемін деген арман болу керек. Армандау керек. Осы қазақ тілін үйренейінші деген немен келу керек. Мысалға мен оны қазақ тілін кейбір мемлекеттерде білмейді. Мен осы шетелге барып келгенмін, Кореяға барғам. Сонда қазақ тілі Қазақстан қай жерде екенін білмейді шығар. Сонда оларға айтқанда олар кәдімгідей соған сүйіспеншілікпен қазақ тілін қалай болады деп, барып келсе қалай болады деп Қазақстан туралы білгісі келген. Негізі қазақтың жастары негізі еліктеушілігі көп қой басқа ұлт өкілдерінің. Мысалы соншалықты, мысалы қарапайым теледидарды қарасақ, қарапайым теледидарда орыс тілінде кинолар, ағылшын тілінде кинолар қаптап жүр. Біздің қыз жібекпен қыз жібектер, баян сұлулар, қоз көрпештерімізға да оны көрсетпейді. Ол неге олар архивта сақталып тұрады, шаң басып? Қазақ халқының несі? Осының бәрінен Нұр Отан партиясы қолға алатын болды. Нұр Отан партиясының жастар қанаты осы мәселенің, тіл мәселесін өзінің күнделікті күн тәртібіне қойып, мысалы біз оны өзіміз дұрыстап оқып, өзіміз көркем әдебиетті байытып, өзіміз қазақ тілінде сөйлемесек, қалай оны біз қазақ өзге тіл өкілдеріне үйрете аламыз? Біз басқа осы Қазақстан Республикасына айтамыз, көп ұлтты мемлекеттен, жүз ұлтты мемлекеттен тұрады мысалы. Ол ұлттардың барлығына біз жүктеп қоюымыз керек, қазақ тілін білу керек. Өйткені ол қазақтың жерінде өмір сүріп. Мысалы қазіргі таңда жөнді қазақ ұлтының жөнді өзінің тілінде сөйлей алмайды. Сөйлеген тілдерінің бәрі жалаң. Мысалы, тек қана жала жайпау жеңілдің үстімен ауырдың үстімен жүрген қазақтар ғана. Мысалы, біз ойланып қарасақ, ерте Байырдан келе жатқанда батырларымыз бұл елді қаншалықты қорғаған. Мысалы, ешбір қазіргі жастар ешбір қазақ тілінің тарихында білмейді. Сол себепті де мен ойлаймын, жаңағы қазақ тілінің дамымағанын, мысалы, өзінің ана тілінің қалай осы дәрежеге жеткенін оқығаны болса, онда ол өз тілін олай істемес еді деп ойлаймын. Өйткені батырларымыз соншалықты қасық қаны қалғанша, соншалықты күресті, соншалықты осы дәрежеге жеткізді. Енді тәуелсіздікті аспанда желбіреп тұрғанда өз тілімізді басқа ұлт өкілдерінің аяғына таптауымыздың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сол себепті де жаңағы енді негізі отанды сүю отбасынан басталады ғой. Әрбір отбасы қазақ тілінде сөйлесе, мектептер, балабақшалар, жоғарғы оқу орындар қазақ тілінде жүргізілсе, бара-бара кітаптардың өзі де қазақшаға аударыла бастайды. Өйткені сондай талап қойылса қазақ тілі деп, оған керек кітаптардың барлығы аудармашылар қазақ тіліне аударып отырады. Өйткені оларға қазақ тілінде ақпарат қажет деп ойлаймын. Мысалға, неге біздің қазақтар өз тілін құрметтемейді деп айтуға да болады кейде. Мысалға, Ресейге барсаң, ол жерге орысша сөйлемесең, өзінше менсінбей тұрады. Қазақтар да солай болу керек. Мысалы, қазақ жерінде тұрып, қазақша сөйлемесең, онымен де сөйлеспеу керек деп ойлаймын. Десе, олармен сөйлесу керек, біріншіден, и оларға көмектесу керек. Түсіндіру керек. Егер сен айтасың да, мен қазақшаны түсінбесе, білмесе, мен онымен вообще сөйлеспеймін деп, ол қалай үйренеді? Оған көмектесу керек. Жоқ, бір рет сөйлеспей қою керек. Міне, қажеттілік тудырып тұр ғой. Мына әлгі мүлде сенімен көрмей кетпейін деген жоқ. Бір рет сөйлесіп, жаңағы ескерту сияқты. Ол ойланады, неге менімен сөйлеспеді? Мына әдемі қыз дейді. Одан кейін ойлайды, мен бұның тілін білуім керек, мәдениетін білуім керек деп ой тастау ғой, ол әлгі жек көру емес. Ол қажеттілік тудыру.
содан бастау керек. Мына балалардың, жастардың өз ортасында осындай жауапкершілік орта қалыптастыру керек. Бізде бәрі бар. Байлықта бәрі жауапкершілік орта жоқ. Елді, ұлтты тәрбиелейтін жауапкершілік орта. Содан айырылғанбыз. Мысалы, бұл жаппай жаңағы жастар арасында кең өріс тапса, өзі де солай болады. Өзбекстанға барсаңыз сол, Латвияға барсаңыз да сол. Себебі өз ұлтының патриоты олар. Себебі сол жерде ғана солардың тілі дамиды. Бізде де сол. Бізде мысалы қазақ тілі тек Қазақстанда ғана дамиды. Басқа елге керек жоқ оны. Алтын беріп, жаңа төлет оқы десең де керек емес. Себебі қажет жоқ. Біз тек қана қазақтары керек. Қазақтың мәселесі қазақ жерінде шешілу керек. Соған бүкіл жастар мектептерде, балабақшаларда, енді жігіттеріңе де айтуым керек, қыздарға да айту керек. Қазақша сөйлесең ғана бәрі дұрыс. Иә. Фамилия. Мен осы Айгердің сөзімен келісемін, себебі мысалы алсақ, басқа ұлт өкілдерінің алдына біз барып тұрсақ, біз оларға қазақша сөйлеуге ұяламыз, себебі олар түсінбейді. Сол мәселесін алсақ, біз мысалы басқа жерге де қазақша айтуымыз керек та. Неге ол ұлт өкілдері, басқа ұлт өкілдері? Біз олардан ұялуымыз керек. Олар керісінше бізде де ұялу керек қой, себебі олар қазақша түсінбейді. Мысалы, 130 ұлт өкілдері болса да, біз балық бастан шірейді дейді ғой. Негізінде біз үкімет өкілдерінен бастау керек деп ойлаймын. Себебінде мысалы алсақ, министр, премьер-министрлар бар, олар да қазақ тілінде сөйлеу керек деп ойлаймын. Себебі олардың өкілдерінің өзі, мысалы, жаңалықтардан қарап жатсақ, пресс-конференциялар болып жатады. Сол пресс-конференцияларда премьер-министрлер сөйлеп жатқанда орыс тілінде сөйлейді, бірақ жаңалықтарда оны қазақшаға аударып отырады. Менің ойымша, мысалы, неге сол басынан бастау керек та негізінде? Мысалы, біз ұлты білсе де, бас жағы, мысалы, үкімет өкілдері білмесе, оның дамуы ешқайда бармайды. Менің ойым сол. Тудырып отырғанымызға, сіздердің уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге, осы жастардың осы болашаққа деген көз қарасына, сондай өз ойын еркін тек қана сөзбен, ауызбен жеткізбей, сонымен қатар қағаз бетінде жеткізе алатындығына біз өте қуаныштымыз. Сіздерге үлкен рахмет. Осындай қуанышты күндерде көбірек кездесіп тұрайық.